Қызылорда облысындағы 150 бас малдың дауы әлі біткен жоқ. Бүгін Қазалы ауданы Жалаңтөс Бахадыр ауылының малын ұрлады деген күдіктілерге қатысты сот үкімі шықты. Қамауға алынғандардың біреуі 4 жылға бас бостандығынан айырылды, ал екеуі қылмысқа көмектескен деген күдікпен 3 жылға шартты жазаға кесіліп, сот залынан босатылды. Прокурор оларды алдын ала сөз байласу арқылы аса ірі мөлшерде бөтеннің мүлкін жасырын ұрлады деп айыптап, 7 жылға темір торға тоғытуды сұраған болатын. Алайда сот істің әлі де толық тергелмегендігін айтып, сотталушылардың тек 11 бас малды ұрлауға қатысы бар деген байламға келді. Бұл сотталушыларға бұдан да басқа айыптар тағылған, айыбын мойындаған жоқ, ол айыпты мойындау себебі жаңа тергеу кезіндегі ішкі істер бөлімінің қызметкерлерінің қинап езу барысында берген жауабын деп көтетті. Сондықтан басқа қолын дәлелдейтіндей ешқандай сотта босатылған дәлелдеме анықталмағандықтан қайтадан аудан прокурорына жолдауға шешім қабылданды. Ал бірнеше жыл жиған малынан айырылып қалған тұрғындар болса, шешіммен келіспей отыр. Ұрылар құтылып кетті. Біз жәбірленушілер ешқандай қолымызға мәлімет ұстай алмай, не дейміз енді, келешекте әділ заңдылықтың жоқтығына біз әрі қарай ізденеміз. Бұл ұрыны таппай қоймаймыз. 30 бас малымды өндіріп алуға жұмыс жасаймын мен. Естеріңізге сала кетейік, Жалаңтөс Бахадыр ауылының малына әлдегімдердің қырғыдай тиіп жатқандығын бұған дейін көрсеткен болатынбыз. Тұрғындар соңғы 2 жылда 150 бас мал ұрылардың қолында кеткендігін айтқан еді. Тіпті тәртіп сақшыларының жұмысына көңілдері толмаған олар өздері кезекшілікпен малдарын күзетуге кіріскен болатын.